Самсаны жасай алмайтын қыздар сырты қытырлап, осылай әдемі түйілу жолын және іші жұмсақ сочный болып шығатын самсаларды дәл осы жолмен жасап көріңіздер. Алдымен тартылған етке сақталған пияз, тұз, бұрыш салып араластырып, фаршымызды сәл ұрғылап дайындаймыз. Ал қамырына келер болсақ, уақытыңызды алып, май жағып, сағаттап күтіп отырмай-ақ, дәл осылай отауыттың халал дайын қатпарлы қамырларын қолдансаңыздар болады. Бұл қамырдан тек қана самса емес, түрлі тіске басар мен тәтті өнімдердің барлығын дайындай беруге болады. Өте сапалы әрі таза, өте дәмді, керемет шығады екен. Қамырымыздың тек қана екі жақ шетін, яғни жұқалап жаямыз, аздап ұн сепкеннен кейін, міне осылай салмасын толтырып, ортасына салып, үлкен бас бармағымызбен бір жақ шетіне қарай қапсырып, осылай жапсыра береміз. Сонда бізде осындай өте әдемі өрім пайда болады. Бір болмаса екіншісінде сізде де осылай әдемі өрім шығады. Сол себепті асықпай видеоны қайталап қарап жасап көрсеңіз болады. Әрі дастарханда да өте әдемі көрінеді. Міне барлығын осылай түйіп шығамыз. Бұл самсаны тіпті сіз қатырып қойсаңыз да болады, қалаған уақытта жасай бересіз. Немесе осылай противенге қойып, бірден жұмыртқаның сарыуысына сүт араластырып, бетіне жағып, қалауыңызша әсемдік үшін бетіне кунжут сепсеңіз де болады. Қызып тұрған пеште, яғни 180-170 градуста 30-35 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде осылай керемет, сыты қытырлап, сап-сары әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де дәл осылай түйіп жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Және менің пайдалы парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.